Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Жасалғанның бәрі жақсылыққа. Бір күні патша уәзірін алып аң аулауға шығады. Аң аулап жүрген кезде қолын байқамай ауыр жарақаттап алады. Ол жарақаты емделмей қатты сынып, оның саусағын кесуге тура келеді. Сонда уәзірі, не жасалса да тек жақсылыққа жасалады деп патшаға басу айтқысы келеді. Патша уәзіріне қатты ашуланып, мен саусағымнан айырылдым. Бұның несі жақсылық? Менің уәзірім болуға лайықты емессің, деп оны зынданға тастауды бұйырады. Біраз уақыт өтеді. Патша тағы да аң аулауға шығады. Бірақ осы жолы оны жабайы тайпаның жауынгерлері ұстап алады. Тайпа адамдары бөтен адамдарды құрбандыққа шалуды дәстүр етеді екен. Патшаны олар құрбандыққа шалу үшін дайындайды. Бірақ олар патшаның саусағы жоқ екенін көріп, оны босатады. Себебі олар мүгедек адамдарды құрбандыққа шалмайтын еді. Патша аман-есен сарайына қайтып, уәзірін зынданнан босатып алады. Ол уәзіріне, мен сені кінәлағаным үшін кешірім сұраймын. Саусағымның жоқтығы менің өмірімді сақтап қалды. Сенің жасалғаның бәрі жақсылыққа дегенің дұрыс екен дейді. Сонда уәзірі, патшам, мені зынданға қаматқаның да жақсылық болды. Өйткені егер мен сізбен аң аулауға шыққанда, мен де тайпаға ұсталып, құрбандыққа шалынып кетер едім. Себебі менің денем сау еді дейді. Осы әңгіме арқылы әрбір оқиғаның астарында жақсылық бар екенін көруге болады. Мүмкін Алла сізді одан да жаман қатерден сақтап қалған болар. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.